Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Қасым Жомарт Тоқаев өзінің жолдауында былайша айтқан кезде ол кейіннен өкініп қалды ма деп ойлаймын, аузымен авария болды ма. Әйтеу мажоритарлы сайлауға рұқсат беруіміз керек, 30%-ын мәжілістің жаңағы өзін өзі ұсынатындарға берейік деді. Менімше ол кезде билік ойлады, ешкім түспейді, осыны біз итке сүйегі лақтырғандай осыны алдап салып қояйық, кейбір партияларды өткізіп, жалғыз мандаттықпен өз адамдарымызды қайта жинап аламыз деді. Сол кезде біз Динара Егеубаева, Әлнұр Ильяшев, Арайлым Назарова мен желтоқсан айында шыға салысымен өзіміз тәуелсіз блок құратынымызды айтып, мәжіліске түсетінімізді айтып, айта қалдық. Сөйтіп бізді бас кезінде кейбір партиялар сөкті, кейбір саясаткерлер де сөкті. Мыналар биліктің ойыншығы, әтей барып отыр, бұлар сол сценарий бойынша жүргізіп жатыр, әрқайсысының рөлі бар дегендей. Ақыр аяғы қаңтардан кейін әлгі бізді сөккен азаматтардың өздері де мажоритарлық жүйеге қосылып, өздері де кандидаттықтарын ұсынды. Мен олардың ешқайсысына өкпем жоқ. Мен керісінше қуандым, дұрыс деп есептеймін. Міне 29 орынға өткенде бір деректі кездестіремін, бір орынға 50 адамнан деді ма? Мысалға Алматының өзінде 3 сайлау округі болса, 70-80 адамнан түсіп жатыр екен. Сонда бүкіл қазақ елі бойынша бір орынға 50 адамнан, шамамен қателесу мүмкін, адамнан таласып жатыр екен. Міне, бұл менімше билік осы арқылы ешқандай өзгеріс болмайды деп, халықты алдаймыз деп ойлады. Біз, мен ойымша, оппозициялық көзқарас ұстанған азаматтар мұндай мүмкіндік енді бола ма, болмай ма? Осы жол парламент кететін болса, енді 4 жыл отыра ма, жоқ әлде тағы да олар өздерінің мандаттарын созып 7-8 жылға депутат болып кете ме, кім біледі? Осыны пайдаланайық деп әйтеу бәріміз пайдаланып жатырмыз, сондықтан ішке кіру керек деп есептеймін. Мен қуаныштымын, мысалға Инга Иманбай баратын болып жатыр, Ермұрат Бапи, Рысбек Сәрсенбайұлы, Айман Тұрсынхан, Арайлым Назарова, Динара Егеубаева, Әлнұр Ильяшев пен Макс Боқаев өкінішке орай өтпей қалды. Оның өзі әділетсіздік деп есептеймін. Бізде Конституцияда жазылған, Қазақстан Республикасының кез келген азаматы сайлай алады және сайлауға түсе алады деп. Ал кейінгі шыққан заңдар Конституцияға қайшы келіп тұр. Ал Конституцияда ашық жазылған, егер ата заңға қайшы келетін болса, ол заңдар Конституциядан биік тұрмауы керек деп. Бұл жерде олар қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса деп, Макс Боқаев пен Әлнұр Ильяшевті өткізбей тастады. Сол сияқты көптеген азаматтар өтпей қалды. Мені әлгі 8 ай тіркеуде тұрмадың деп мені қағып тастап, мені сотқа бермейді деп ойлады ау деймін, үндемей қоя салады деп. Ол кезде айтпақшы, міне осы жерде айта кетуім керек, телефон соғып, өзімнің ескі достарым арқылы сәлемдерін айтып, осымен күн бітпейді ғой, әлі де уақыт бар ғой, мүмкіндік бар ғой, думан қоя салсақ айтады, сотқа неменеге жүгініп жатыр екен деген төңіректі. Сізге қоқандылық көрсетті ме сонда? Қоқандылық көрсеткен жоқ, алдап сулағысы келді. Мен алданып қалатын, бір кәмпит көрсе алданып қалатын бала да ойлады ғой. Ақша ұсынғандар болды. Сайлауға қатыс, алайда жеңілесің. Ол да менің жақсы таныстарым арқылы жеткізген сәлемдемелер. Жеңіліп қаласың. Жеңіліп қалғаннан кейін жеңгендерді құттықтап, үндемей үйіңде жата бересің. Біз саған қомақты ақша береміз деді. Қанша берді деп ойлайсыз? Алдында Вадим Барейкаға $100 000 ұсынған, сізге қанша ұсынғанын білмей отырмын енді, соның ашық. Онда Вадим Барейка мырзадан қарағанда мен қымбаттау екенмін. Маған $200 000 ұсынды. Бюджеттері өскен шығар сайлаудың алдында. Солай болып кетті. Сонан кейін мен оларға орыстың әскери кемесінің артынан жібердім. Кәдімгідей. Осы сөзді жеткіз дедім. Сонан кейін қойды. Ал жаңағы соттасып несі бар, қоя қойсын, әлі де күн бар ғой, қолдаймыз, көмегімізді көрсетеміз дегенде тағы да сол орыстың кемесін естеріне салдым. Сонан кейін мен Әлнұрмен, Қанатбек Балсаритпен, тағы да басқа әріптестерім айттым, міне осылай болып жатыр, бұлар сотқа неменеге жүгініп жатсың дегенде айтып жатыр деп. Сосын олар айтты, ендігі бұлардың әдеті сатып алмақ болды, ақшадан бас тарттың. Ендігі бұлардың ойы сені не облыстық мәслихатқа, не қалалық мәслихатқа ақырын сырып тастау. Біреулер оған да келісесіз қайтады. Мен ешқандай сауда болмайды, ешкіммен сөйлеспеймін.
деп қатып қалдым. Сосын мен өзім ойладым, Әлнұрды айтты, оны Қанатбекті айтты. Яғни бұлар соттан жеңілетінін біліп отыр. 10 жыл Қазақстанның аумағында тұратын деп тайға таңба басқандай жазылып тұр ғой. Соны айттық, сотқа бердік, айтқанымыздай соттан жеңіп шықтық. Содан бұлар еріксіз қайта тіркеді. Осы мен сотқа бергенім жақсы болған екен. Маған Бақытжан Төреғожина ханым хабарласты, Евгений Жовтис мырза хабарласты. Ол кісілердің барлығы маған кәдімгідей ризашылығын білдіріп жатыр. Думан, әншейінде осындай мәселелер болған кезде көп біздің азаматтар үн-түнсіз қоятын еді. Сен аяғына дейін барып соттасың, сол соттасқаның дұрыс болды. Басқа кандидаттарға жол ашып берді. Иә, айтқан рас екен, мен сотта жеңдім. Артынша маған телефон соққан Шымкенттен болды, Қостанайдан болды, солтүстік өңірлерден болды, Семейден болды. Осы Алматыдан бірнеше кандидаттар не дейді арнасының телефонына хабарласып, Думан, соттан жеңгенің жақсы болды, бізге жол аштың деп ол кісілер айтты. Сөйтіп, әлгі тіркелімің болған жоқ деген кандидаттардың түгелін сотсыз ештеңесіз қайтадан додаға қосқанын естідіңіз ғой, білесіз. Сол бір қоғамдық резонанс, бұл жерде менің немесе Әлнұр Ілияшевтің, Қанатбек Балсияриевтің мықтылығы емес, бұл жерде заңның жұмыс істеген, содан кейін қоғамдық резонанстың туғанының арқасында да ойлаймын. Сөйтіп жеңіске жеттік әйтеуір. Кешірім өтінемін, жаңа сіздің сұрағыңыздан мен басқа жаққа кішкене ауытқып кеткен екенмін, журналист ретінде жүріп, неғып саясатқа араластым деп. Сол саясат деген қазақта сөз бар, саясат деген сайқал қатынның ойын дейді, енді қыз-келіншектер ренжімесін. Бұл жерде сайқал ойын жүреді дейді ғой, 30 жыл болды осы сайқал ойынды көріп жатқанымызға. Сол сайқалдардың кесірінен халық кедейдің күйіне түсті, қайыр тілеп жүрміз. Көптеген дүңгіршектер бар, мен өзім ауылды жерде тұрам. Осы жердегі дүкендерге барсаң, дәптерлері алдарында жатады, іші толған қарыздар. Өткенде бір сусын алып тұрып байқап қалдым, бір кісінің 37 мың теңге қарызы бар екен. Дүкеннен азық-түлік ала берген. Сондай деңгейге түстік. Бұл халық үндемей жүре береді. Тоқаевтың өзі айтты, диван сарапшылар деп. Диваннан тұрмайсыңдар деп. Ал енді диваннан тұрайық. Яғни біз үнсіз отыра беретін болсақ, бұл саясатты сайқалдар жүргізе береді екен, қалталарын қампита береді екен, қарындарын шығара береді екен, шетелге миллиардтап ақшаны кетіре береді екен, ал біз сол қалпы қайыршы күйінде қалады екенбіз. Яғни біз өзгерісті қалайтын болсақ, орнымыздан тұруымыз керек, баруымыз керек. Сондықтан мен журналист болып отырып, не дейді арнасында ананы да сөгіп, мынаны да сөгіп отыра бергенше, мен де шығайын, мен де барайын деген шешім қабылдадым. Сөйтіп саясатқа араластым. Меніңше енді журналистердің саясатқа араласуы мен бірінші емес, мен соңғы емес. Уинстон Черчилльдің өзі де мысалға Ньюс Дели газетінің меншікті тілшісі болған екен Үндістанда. Сол сияқты саясаткерлер көп. Мен бұл жерде президенттік немесе премьер-министрлік амбициям жоқ. Мен бар жоғы мәжіліске кіріп, сол жерде заңдарды түзеткім келеді. Ал заңдар бізде адамның күлкісін келтіретін заңдар өте көп.